Танысып қойыңыздар, бұл Боб. Бүгін біз Бобты тірілей көмеміз, шығалама көреміз. Сен дайынсың ба, Боб? Бастадық. Ауа мөлшері Бобқа тек 5,5 сағатқа ғана жетеді. Боб қобалжып отырғандықтан 2 есе тез ауа жұтады. Әрбір артық демалыс сенің өліміңді жақындатады, Боб. Сондықтан демал. Қабірдің стандартты тереңдігі 2 метр. Есептегендей құнарлы топырақты сіңіре отырып, біреуге болсын айқайлау амалдары ештеңе әкелмейді. Демек Бобтың өзі шығуына тура келеді. Бәрінен бұрын қабірдің қақпағын сындыру керек. Жуандығы 25 мм. Жалаң қолмен. Боб Биллді өлтірудегі қараманбай емес, тек оған ғажайып көмектеседі. Сен ғажайыпқа сенесің ба, Боб? Бірақ ода бәрі шығатын болса, ішіне кірген қалың жер оны тек істеп жібереді. Сондықтан дәл үстіндегі қақпақты ұрудың қажеті жоқ. Енді соңғысы қалды. Қабірді қазып шығу. Бұған Бобтың жарты сағаты кетеді. Біздің есептеуімізше ауа мөлшері 1 сағатқа ғана жетеді. Тезірек Боб, ауа аштығына Боб жылдамырақ шаршайды. Бас ауыра бастайды. Ұйқышылдық пайда болады. Бірақ Боб жарық сәуле көріп тұрған сияқты. Өкінішке орай бұл галлюцинация. Бұл Бобта кома басталуына және клиникалық өлімге 10 минут қалғанын білдіреді. Жарайды, Бобқа кедергі келтірмейік. Рахмет, сен бізге қатты көмектестің. Шығуыңа сәттілік. Bir аптада көрсерміз. Клаустрофобиясы және татофобиясы бар достарыңа видеоны көрсет. Және каналға тіркел. Егерде Бобпен басқа экспериментті көргің келсе.